Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ халқы, құрметті достар. Бүгінгі сабағымыз біздің мынау капкут деген бағдарлама жайлы болады. Сіздер білесіздер, бұл негізі телефонға шыққан ең бірінші, енді қазір компьютерға арналған түрі шықты. Мен дауысымды ешқандай студияда жазып жатқан жоқ, бұл қарапайым өзімнің столымның қасында жазып жатырмын. Сондықтан да маңайда дыбыстар шығуы мүмкін, айғайлары мүмкін болуы мүмкін, сондықтан алдын ала кешірім сұраймыз. Бірінші бағдарламаға кіресіздер. Жалпы осы бағдарламаны қайдан жүктейміз? Сол сұрақ туындайды. Міне капкут белгісімен тұр, міне. Әрбір ноутбуктың өзінде мындай Microsoft Soft деген өзінің официалдық несі бар, бағдарламасы бар. Яғни осының ішінен жүктелген приложение бағдарламалар кішкене емес, жалпы 100% сенімді. Ешқандай вирус жоқ. Көбіміз интернеттен, торренттен, болмаса басқа жерден жүктейміз ғой. Егер осының ішінен жүктесеңіздер, онда бұл сенімді, ешқандай не жоқ. Дәл сол сияқты осының ішінен капкут жазасыздар, капкут деп жазсаңыздар, поискқа шығады. Бұл тегін, бүкіл функциясы бар. Қалай телефонда қолданамыз телефондағы капкутты, дәл солай осының ішінде соның барлығы бар, телефондағыдай. Міне қараңыздар, басынан бастап қарайтын болсаңыздар, міне звук дегені бар, текст міне бар, сол әдемі жазулармен міне өзіміздің әрдайым қолданатын, міне стикерлер бар, өзіміздің қолданатын эффектілер бар, міне жалпы барлығы бар. Өзі телефонда не қолданасыздар, соның барлығы. Қалай қолданасыздар? Мысалы, бір бейнені алайық. Қандай бейнені алсақ болады? Компьютерге кірейік. Компьютерге кірейік. Да, болмаса мынау алдыңғы видеоны бүгін лақта салайыншы, мына жаңағы Garden of Banban ойын дыбыстап жүктеген болатын, соны салып қойдым. Бірден мынадан лақтыра беруге болады, болмаса біздің импорт істе жасап, импортировать басып, оны кіргізесіз. Міне. Ассалаумағалейкум. Дыбыс бар. Дыбысын алып тастайын, міне. Дыбысын қойып тастауға былай до конца. Қараңыздар, міне. Мынау кезден алып созасыздар. Болмаса мышканың дөңгелегінің ортасындағы басу арқылы созуға, ол үшін Ctrl деген нені басып тұрып, мышканы бүйтіп айналдырсаңыз, ортасындағы өзі созылады. Екінші, мынау кезде разделение бар, кесетін. Барасыздар, ол жерден кесе бересіз. Әрбір разделениенің арасына өздеріңіз білетіндей переходтар қосуға болады. Міне дайын толып жатыр. Переходқа кірсеңіз неше түрлісі бар. Міне мынадан бастап, мынандай қосуға болады. Мысалы мынау өзі кетіп жатыр. Жаңағы разделениеға келгенде кезде жаңағы переход кетеді. Жалпы мынау переходтың өзін настройт етуге болады. Переход мысалы қысқа ғой, 0-5 секунд қана, оны кішкене ұзартып 5 секундқа апарайық мысалы. Асықпай болады онда. Жетесіз. Жай примеріне жасай саламын ғой, мына. Өшіп жасауады переход. Әрі қарай эффекті бар. Эффекттің ішінде өзіңіз білесіздер, міне қолданатын. Жалпы телефонда не қолданып жүрсіздер, міне көбісі TikTokқа видео салғанда, басқа нәрсеге видео салғанда көбісі капкутпен айналысады ғой. Сол сияқты міне дәл телефонда не қолданасыздар, соның барлығы осының ішінде бар. Әрі қарай стикер. Стикердің ішінде әрдайым қолданатын стикерлерді өзіңіздің избранныйға қойып қоюға болады. Мысалы, былай значки басасыздар, мына жерде избранный деген белгілері басасыз, сонда сіздің жеке часто қолданатын, әрдайым қолданатын жеріңізде тұрады. Фильтр бар. Міне фильтрдің ішінде дәл сол өзіңіздің қолданатын фильтрларыңыз бар. Үстіне қолдануға, үстіне басып. Сосын енді бұл телефон жаңағындай компьютерлік бағдарлама болғандықтан бәрі көзге көрініп тұр, оңай. Бәрі көзге көрінеді және ыңғайлы көбінесе. Телефонмен қасып, басыңды бұғып, бүйтіп қинап отырғанша, мына кішкене жақсырақ деп ойлаймын көбінесе. Барлығы үлкен экранда көрініп тұрады. Және
субтитр бар автоматтық, иә. Егер мысалы бізде видеоларыңыз бір орысша дауыста жазылатын болса, онда сіздің дауысыңызды бұл жасай алады орысша. Тек қазақша ғана тіл жоқ. А так ағылшынша, орысша тілге бар екен. Болды, міне сосын жалпы бұл кіріспе видеосы. Егер CapCut жайлы көбірек білгілеріңіз келсе, тағы қандай фишкалар білгілеріңіз келсе, ендеше комментке жазыңыздар. Комментке жазсаңыздар, біз қызықты бейнелер шығарамыз. Осы CapCutқа байланысты түрде. Өйткені CapCut'та тек қана бір монтаж жасап, бір жерін қиып, бір жерін кесіп, переходтар жасауға емес, CapCut'тың көп нәрсе жасауға болады. Сол, достар. Осымен қысқаша видео, мен жай ғана бұл CapCut'тың осындай компьютерлік нұсқасы бар екенін таныстыру үшін ғана шығарған бейне еді. Егер сіздер білмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде жүктеп алыңыздар. Керемет бағдарлама. Аманшылықпен.